Сәлем достар, бүгін біз осындай Наполеон жасайтын боламыз. Өте күшті. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Мен крем жасап қойдым. Описанияда қалдырамын рецебін. Енді қамырын жасаймыз. Қамырына керегін керектер: разрыхлитель, қант, сливочный май и жұмыртқа және тұз, щепотка соль. Тұзды ұнды қостым. Енді біз қантымызды қосайық, майымызды қосайық. Май бөлме температурасында болу керек. И разрыхлителімізді қосайық. Разрыхлителіміз 1 чайная ложка. Және жұмыртқамыз. Ингредиенттің бәрін қосып қамыр илейтін боламыз. Қамыр илеп болғаннан қантке 10-15 минутқа қоямыз. 15 минут өткеннен роза сияқты формаға келтіріп кесеміз. Солай мына 60 грамм болу керек. Қатарына қойып жай болған қамырымызды қазір қызып тұрған сковородкаға май жағып қамырымызды саламыз. Сковородкада 2 жағын пісіреміз. 2 жағын пісіреміз. Және екінші қамырымызды жая береміз. Менің кожикім дайын болды. Міне мен арнайы мынандай колесоны қоямда сөйтіп істей беремін. Міне осылай. Kaldırımda торт сияқты істейміз. Бүйтіп қатты үстінен басып сындырмаймыз. Мұны мен естіп істей беремін. Осы крем жақ болғаннан осындай қалған коржықтарды мен үпіртем, бетінен себемін. Мұны мен сапанға салып ұқтаймен ездім. Осындай майда қоқым болу керек. Үстіп себеміз. Енді осына қантқа апарамыз. 2-1 сағатқа. Біздің Наполеонымыз толықтай сынды.
Barşаңызға сау болыңыздар. Лайк, подписка ұмытпаңыздар.